Bunu da yesemiştim. Ben sizlerle bugün coaching ödem. Benim ismim, adı jönüm Ayçanova Gülnar Aşıkhanqızı. Möşü Mehmet Batılar'ın 11-27 orta mektebining fizika bölümü muallimi, pedagog öğretmenci. Coachingimizga hoş geldingizlar. Kamera ustozlar, yaxshilab ko'rib, mana shu yerga shingir, shaxtlik shingir quraylik. Sol shaxtlik shingir adresi bo'yicha sizga sotlik tilayman. Burada sabahlar kayalı beraber yapıyoruz. Çalışımıza ters. Bağlarımız dengesiz. Yakında bir yeter. Coachingimiz жақсы өтсін. Рахмет сіздерге. Рахмет ұстаздар. Енді орындықта жайғасайық. Құрметті ұстаздар, сіздердің әрқайсыларыңыздың қолдарыңызда ұшақ билеттерін тараттым. Сол билет бойынша қазір топқа бөлінеміз. Зихат әдісі бойынша назар аударып отырыңыздар. Интерактивті тақтаға билет номерлерімізді көрдіңіздер, иә? 4-ші, 10-ші, 8-ші, 3-ші және 5-ші номерлерге жолаушылар сіздер Air Астана тобына отырасыздар. 1-ші, 2-ші, 6-ші, 9-ші және 7-ші номердегі жолаушылар сіздер скат ұшағына отырасыздар. Жақсы, топқа бөлініп алдық. Енді ары қарай мен сіздерге кішкене сауалнама жүргізгім келіп тұр. Сұрақ жауап ретінде. Күнделікті сабақта қандай әдіс тәсілдерді жиі қолданасыздар? Өздеріңіздің сабақта пайдаланып жүрген әдіс тәсілдеріңізді айтып өтсеңіздер. Күнделікті бізде миға шабу, өрмекші әдісі, фишбол, шахмат әдісі. Жақсы, тамаша. Ары қарай кеттік. Bir сабақта қанша әдіс тәсілдерді қолдана аласыздар? Bir сабақта қанша әдіс тәсілдерді қолдана аласыздар? Айтылғын. Bir сабақта енді максимум 3 әдіс болады. Жұпты жұмысқа бір әдіспен беруге болады. Сабақты бастағанда сұрақ қоюдың бір әдістері болады. Одан жеке жұмысқа, топтық жұмысқа осы 4 әдісті қолданса болады. Тамаша, керемет отыра қойыңыз. Ары қарай сабақты түрлендіру керек па бізге? Иә, керек. Әрине керек, иә. Ары қарай сабақтың сапасы әдіс тәсілге тәуелді бола ма, тәуелді болмай ма? Бүгінгі коучингтің тақырыбы бізде оқушылардың жаратылыстану бағыты бойынша функционалдық сауаттылығын қалыптастыру жолында қолданылатын әдіс тәсілдермен танысады екенбіз. Негізгі бүгінгі сабағымыз осы болып келеді. Енді қазір сіздерге көрсеңіздер, осының ішінде тапсырма тұр. Ашылды ма? Жақсы, ашылса тапсырманы көрдіңіздер ме? Тапсырманы көрсеңіздер, ары қарай өздеріңіздің ойларыңызда жұптаса отырып, топтаса отырып, яғни алдарыңызда тұрған постерлерге түсіріп, және оны кішкене ой бөлісіп тақтада пікір алмасу ретінде, яғни жалғастырайық.
Size boldular mı? Bize boldular. Olsanızlar akan Air Astana uçağının jolauçilari, hurmatli ustozlar, sizler taqtaga kelib, o'zlaringizning o'ylaringizni bo'lishsangizlar, o'ta tomosha bo'lar edi. Балықтың қасының басында функционалдық сауаттылық деген не деген сұрақ берілген. Функционалдық сауаттылық дегеніміз адамдардың мәдени, саяси, әлеуметтік, экономикалық қызметтерге белсене араласуы, яғни өмірге белсене араласу. Енді осы функционалдық сауаттылықтың негізгі неше түрі бар деп екінші сұрағымыз. Ол бізде үш түрі бар: математикалық, жаратылыстану және оқу сауаттылығы. Математикалық сауаттылық дегеніміз бұл өмірде кездесетін көптеген есептерді мектепте алған білімімізбен қолдана отырып шығара алуымыз. Жаратылыстану бағыты ол химия, биология, физика сияқты пәндерді өмірде қолдана алуымыз. Оқу сауаттылығы дегеніміз ол біз дұрыс жазып, дұрыс бағдарлап, дұрыс оқып, мәтінді кез келген оқу жазуға сауатты болуымыз деп түсінеміз. Және де осы алған білімдердің барлығы олар логикалық тұрғыда, яғни дамиды, білімдерін өмірмен байланыстырып, соны қолдана алады және емін-еркін өмір сүре алады деген сөз. Біз соған бағыттауымыз керек. Керемет, жақсы. Скатологман. Ұстаздары, сіздер қалай бөлісесіздер көбейткені? Енді берілген тапсырма екі топқа бірдей болғандықтан бізде общий бар. Біз қосып өтейік, толықтырып өтейік. Бізде дұрыс айтып кетті, жаңа мәдени, саяси және әлеуметтік экономикалық қызметтерге белсене араласу дегені, бұл бізде жаңағы жаһандық дәуіріне, заманға үлесу. Біз осымен қосайық, функционалдық сауаттылық дегеніміз не деген. Және мына жерде жаңа бірінші топ айтып кеткендей математикалық, оқу сауаттылығы және жаратылыстану сауаттылығы, және мен де қосып өтеремін бұл жерде жаһандық құзыреттілік. Ол да бізге жатқызуға болады. И әрине бұл осы өмірге белсенді араласу. Мысалы, толықтырып айтып кетсем, мектепте алған білімімен болашақта оқушы өз бетінше технологияларды қолданады, келісімшарт жасай алады, осы өмірге бейім болады. Қазіргі заманауи өмірдегі талаптарға үлесе алады. Жақсы, керемет. Тамаша, отыра алыңыздар. Жақсы, құрметті ұстаздар. Бүгінгі функционалдық сауаттылық туралы ойларымыз өте тамаша болды сіздердің. Жалпы функционалдық сауаттылық туралы мақсатымыз жаратылыстану бағыты бойынша функционалдық сауаттылықты қалыптастыруда қолданылатын әдіс-тәсілдермен танысамыз. Оқу процесінде қалыптастыруға тиісті дағдылар туралы түсінік аласыздар. Және күтілетін нәтиже қатысушылар бүгінгі функционалдық сауаттылықты жүйелі түрде қалыптастыру туралы нақты ақпарат аламыз. Және сабақта оны қай кезде қолдануға болады, мәтінмен қалай жұмыс істеу туралы яғни мәліметтерді жинақтайды екенбіз. Енді өзімнің сабағымда пайдаланып жүрген, яғни бірнеше тәсілдерімді айтып өтейін. Функционалдық тапсырмалардың басты талабы негізгі пәндік саладан тыс, жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, пәндік білімнің көмегімен шешілетін міндет.
әрбір тапсырмада оқушыға түсінікті және жақын өмірлік жағдаят сипатталу керек. Тапсырмалар мәнмәтіні күнделікті өмірде туындайтын проблемалық жағдаяттарға жақын болу керек. Жағдаят мінез-құлық үлгісін саналы түрде таңдауды қажет етеді. Тапсырмалар, сұрақтар қарапайым болу керек, анық тілмен жазылған болу керек. Сонымен қатар қарапайым тілден пәндік сала тіліне аударуын қажет етеді және визуалдану қолданылады. Тапсырманы орындау үшін оқушылардың мынау тапсырмаларды құрастыру үшін қажет мәтінге қойылатын талаптар мыналар болып табылады. Жас ерекшеліктерін ескеру қажет, жаңа ақпарат болу қажет, ұғымдар, сандар, есімдер, тауарлардың түрлері, сол сияқты тағы басқалар қажет болады. Схемалар, кесіндемелер, диаграммалар болу қажет және мәтінде фактілер мен пікірлердің болуын ортаға салып отыру керек. Енді өзімнің сабағымда пайдаланып жүрген жаратылыстану бағыты бойынша тиімді тәсілдерім фишбон әдісін пайдаланамын, свод талдау әдісін пайдаланамын, зерттеушілік конференция әдісін пайдаланамын, кейс стади әдісін, микс әдісі, ұшақ әдісі және басқа да әдістерді пайдаланамын. Жаңа сіздерге тапсырма берілген кезде сіздер фишбон әдісімен, яғни өздеріңіз алып шықтыңыздар. Енді қазір сіздерге қысқаша түрде енді бұл әдістердің әрқайсысына кішкене тоқталып өтейін. Фишбон әдісі жаңа мәліметті, идеяларды сұрақ-жауап арқылы жаза отырып, қорытынды ойларын жинақтайды. Әдісі зерттеудің үдерістерін ескере отырып, рефлексия жасауға болады. Сонымен қоса кейс стади әдісі нақты болған немесе ойдан шығарылған жағдаяттарды талдауға болжам жасайды. Микс әдісі идеяларды жинақтап, түйіндеу және кері байланыс беру. Ұшақ әдісі бұл да осыған ұқсас, идеяларды жинақтап, жазбаша түрде кері байланыс алады екенбіз. Енді осы таныстырылған әдістер бойынша, әдіс тәсілдер бойынша сіздерге тапсырма беремін қазір. Тапсырманы біз қазір сіздермен мәтінмен жұмыс жасайсыздар. Свод әдісі бойынша, яғни тапсырма орындайсыздар. Сіздерге уақыт шектеулі, 3 минут уақыт беремін. 3 минут уақытта, яғни өздеріңіздің ойларыңызды ортаға салып, ақылдасып, жинақтап, және бағыт-бағдар беріп қойдық. Сол жерде сол арқылы ашырай тапсырмаларды орындай бересіздер. Ол үшін сіздерге тағы да постер беремін. Осы постерлер арқылы ойларыңызды жазыңыздар, жинақтаңыздар. Күнделікті сіздер бұл әдістердің барлығын сабақта да пайдаланып жүрген шығарсыздар.
мәліметтер алдыңызда. Ұстаздар тақтаға келіп, яғни тапсырмаларымызды түсіндірейік, өзіңіздің ойларыңызды келесі топпен бөлісейік. Скат тобының, яғни ұстаздарды тақсаға шақырамыз. Келіңіздер. Бізге бірінші мәтін бойынша сұрақ берілген еді. Яғни күнделікті өмірде қолданылатын химиялық тұрмыстық жабдықтар бойынша сұрақ қойылған еді. Химиялық заттарды сатып алған кезде тек өзіңіз білетін Заттарды ғана аласыз ба деп тұрсыз. Өзіңіз білетін заттарды ғана аласыз. Жоқ, сіз сөйлемей қойыңыз. Жаңа ілді ғой, содан кейін сіз кәдімгі қағазды бүйтіп аласыз да, қарап. Жоқ, алмай қойыңыз. Просто маған қарайсыз да, или әкеге қарайсыз да, сөйлей бересіздер. Қайттан да, ол үшін. Бізге берілген мәтін бойынша жұмыс келесі. Мәтінге берілген тапсырма бойынша дұрыс сәйкес жауапты табыңыз деді. Күнделікті қолданылатын тұрмыстық химия тауарларды күннен күнге қымбаттауда, кір жуатын ұнтақ, желдеткіштер, сусабын мен түрлі косметикалық құралдар алғанда қалай үнемдеп жарнамаға алданбауға болады деді. Енді біз бұл заттарды алған кезде ең бірінші біз әрине өзіміз білетін нәрсемізді аламыз. Отбасымызда естіген, ата-анамыз айтқан білетін заттарды аламыз. Келесі әрине біз оның сертификатына қараймыз. Сертификатталған өнім бар. Қазір әр магазинде, әр дүкенде өзінің сертификаттары сұрасаңыз береді. Және әрине қазіргі заманда біз жарнамаға көп қараймыз. Жарнама біздің былай айтқанда өмірімізде жақсы рөл атқарады. Бүкіл информацияны осы жарнама арқылы біз алып отыруға болады. Екінші тапсырма бойынша химиялық заттарды дұрыс таңдау үшін не істейсіздер? Біз әрине бірінші химиялық заттарды таңдау үшін ең бірінші біз сауда-саттық орындарға мән береміз. Ол қандай дүкендерде, қандай жерлерде сатылатынына мән береміз. Мысалы айта кететін болсақ, біздің өзіміздің Тараз қаласының үлкен дүкендері, мысалы Нұрислам, Корзинка, Маркс, Мол деген сияқты дүкендерде біз қараймыз керек заттардың. Екіншіден біз оның бағасына мән береміз. Бағасы бізге тиімді ма, жоқ, тиімсіз ба, оның брендіне қараймыз. Және де ең соңында біздің осал жеріміз, біз оның қоспасын ең соңына қоя береміз. Ол қоспада зиянды зат бар ма, жоқ па, соған көп мән беру керек деп ойлаймын. Тамаша, міне өздерінің ойларын жақсы отыра қойыңыздар. Келесі. Ал, Эйр Астана тобы сөз кезегісіздерде ойларыңызды бөлісіңіздер. Жалпы тапсырма мәтінді оқып шығып төмендегі жолдарды толтыру. Мәтіне туралы, тұрмыстық химия туралы күндер үшін қызықты. Жалпы өмірде барлығы үшін қызықты. Қазіргі оны атауға болады. Тақырыптың 2-3 нұсқасын ұсыныңыз. Тұрмыстық химия біздің өмірде деп алдық. Енді екінші тапсырма мәтінді оқыңыз.
тұрмыстық химия өнімдерінің қасиеттерін сипаттайтын ұғымдардың астын іздеп тұр. Яғни ең біріншісі ол бізде сапа болып табылады. Сосын сапасына сай бағасы, яғни сапалырақ, қымбатырақ, қатал қою деген сөздердің астын белгілеп сызып шыққан болатынбыз. Енді тұрмыстық химия жалпы бізде күнделікті өмірде пайдаланамыз. Ол өте керекті нәрсе болып табылады. Соның ішінде мысалы біз тұрмыстық химияның қандай фирмалар бар екенін барлығын жазып шыққан болатынбыз. Ол мысалы фей, биомия деген сияқты. Сонымен қатар бізде тұрмыстық химиялық заттарға өзіміздің күнделікті жағып жүрген крем жатады, күнделікті қолданып жүрген шампунь, душ қармалар, гель сабындар. Сонымен қатар біз шампунь мен душты екеуін қолдана берсек болады. Яғни алмастырсақ болады. Шампунь күйінде немесе гель күйінде де қолдансақ болады. Және түрлі біздегі су сабындар бар. Сонымен қатар кір жуатын ұнтақтар бізде қазір бар екен. Осының барлығы тұрмыстық химияға жатады. Тамаша, керемет. Жақсы, міне сіздер қазір менің берген тапсырмамды свод әдісі арқылы орындап шықтыңыздар. Керемет ұстаздар. Келесі тапсырма енді бізде кейс стади әдісі бойынша. Бұған мен сіздерге 2 минут уақыт беремін. Тезірек. Бұл тапсырманың астында да QR код тұр. Телефондарыңызбен жайлап QR кодты ашып, яғни тапсырманы көрсеңіздер болады. Сіздердің алдарыңызда тапсырмалар жазылған. Осы кейс әдісіне қарай берсеңіздер, осы жерде тұр. 2 минут уақыт беремін, ұстаздар. Сіздерге берілген тапсырмалардың барлығы жаратылыстану бағыты бойынша берілген. Уақыттарымыз болды. Ал бастаймыз. Астана бастайық или қайсыларыңыз? Скарто бар. Сіздер бастаңыз. Уақыттарымыз шектелді. Түрегеп отырып айтып болады. Түскен мәтін ыстыққа төзімді жануар, ол бізде түйе болып табылады. Түйе 2 апта су ішпейді, 40 градуста терлемейді. Ол және де қырқылған түйенің жүрлеуі керісінше 50%-ға ұлғаяды екен, және де түйе ешқашан ыстық болсын аузын ашпайды екен. Және де оның тағы да бір ерекшелігі демалу жиілігі өте төмен, яғни минутына 8 рет қана демалады екен. Бізде енді мәтіннің тапсырмасы бойынша біз артықшылығы мен кемшілігін айтуымыз керек. Біздің кемшілігіміз ол жаңағы айттық қой, қырқылған түйе несі жаңағы терлеуі керісінше ұлғаяды екен. Сондықтан бұл біз бұны кемшілігіне жатқыздық. Ал артықшылығы болса ол өте төзімді жануар, яғни су ішпеуі, терлемей жүруі, сондықтан біз оны төзімді жануарға енгіздік. Рахмет.
студенттер тобына рахмет. Сіздердің топтарыңыз термометр деп аталады. Яғни термометр дегеніміз дененің заттың ауаның температурасын өлшеуге арналған аспап болып табылады. Термометрдің қазіргі түріне 1720 жылы Фаренгейт келтірілді және оны қалай істейтінін суреттеп берген болады. Басында ол да өз трубкаға свитпен толтырды, сосын барып сынаққа көшірді. Яғни бастапқы термометрлер свитпен жұмыс жасаған екен. Спид тиімсіздеу болғаннан кейін сынаққа нақты градустар табу үшін сынаққа көшкен. Өзінің шкаласында нөлде ол қар мен нашатыр немесе ақ түсумен араласқандағы температураны алды. Ағызбеттің қатылуының бастауы 32 градусты, ал сауадан дейін температурасы ретінде 96 градустарды алған. Бұл бастапқы кезде, қазір енді ол градустар бізде өзгерді. Тамаша, жақсы. Мұздың еруі мен судың қайнау температурасын 1742 жылы Цельсия анықтап көрсетті. Бірақ басында ол 0 градусты қайнау деді, ал 100 градусты қату температурасын ретінде көрсетті. Ал бұл қазіргі кезде керісінше 0 градустан бастап, яғни су қата бастайды. 100 градуста қайнайды деген. Енді бұл жерде термометрдің кемшілігі мен артықшылықтары бар. Артықшылығы бізде егер термометр аспабы болмаса, біз ешқандай температураны өлшеп біле алмаймыз, және термометрдің түрлері болады. Ал кемшіліктері термометрдің ішіндегі сынап. Ол сынап егер де жерге түсетін болса, ол адам ағзасына өте зиян. Тамаша, керемет. Жақсы топ мүшелері, яғни сіздер қазір кейс-стади тапсырмаларын орындадыңыздар. Міне, осылайынан күнделікті сабағымызда, яғни функционалдық сауаттылықты арттыру мақсатында, яғни біз осындай әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдалануымызға болады. Елдің ертеңі білімнің тереңдігімен өлшенеді демекші, үздіксіз өзгеріп тұрған әлем адамнан да қабілет пен қажеттіліктерді үздіксіз дамытуды талап етеді. Сондықтан білім беру саласының басты мақсаты оқушыларды өзгермелі өмірде қорықпай, еркін өмір сүруге, білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеге, өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, аналитикалық ойлау қабілеттерін дамытуға және олардың шынайы өмірде дара тұлға етіп қалыптастыруына ықпал жасауымыз керек екен. Шәкірт нығырлай беретін ыдыс емес, керісінше тұтандыруды талап ететін шырақ демекші, оқушылардың ары қарай шығармашылық қабілеттерін дамытып, функционалдық сауаттылықтарын арттыру біздің яғни қолымызда деп айтуымызға болады екен. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Сіздерге қазір алдарыңызға сіздердің ұялы телефондарыңызға ссылка жіберіп қойдым. Сол ссылка бойынша, яғни біздің Google тест арқылы бүгінгі коучингімізді, яғни қорытындылайық рефлексия түрінде. Ұялы телефондарыңызды ашыңыздар, қараңыздар, сол жердегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Сабағымыз ұнады ма, ұнаған жоқ па, ол сөздерде назар аударайық. Яғни сіздердің жауаптарыңыз бойынша бүгінгі коучинг ұнады ма деген сөзге байланысты міне иә жоқ деген тапсырмалар көрініп тұр. 99%-пен, яғни сіздерге ұнаған сабақ әдіс-тәсілдеріміз 9%-пен, яғни ұнамай қалған жерлері бар екен. Енді бүгінгі коуч бойынша функционалдық сауаттылықтың түсінігі бойынша не білдіңіздер? Көп жағдайда мысалға ұнатты, көп мағлұмат алдық дейді, әдіс-тәсілдерді үйрендім деп жазыпты мына жерде. Күнделікті өмірмен ұштастыруға болады екен. Жаңашыл әдіс-тәсілдерді қызықты ақпараттармен, яғни таныстым деп жазған әріптестеріміз бар екен. Енді астына да кішкене назар аударып кетейік, сіздерге түсініксіз болған жағдайлардың мына жерде проценттері шығып тұр. Міне қарап өтсеңіздер болады. Иә, барлығында көбісінде, яғни жақсы, түсінікті деген мәліметтерді алып отырмын. Бүгінгі коучинг, құрметті ұстаздар, бүгінгі коучингіміз, яғни командануда жақсы мәліметтер алды деген ойдамын. Осы алған мәліметтерді сіздер келесі сабақтарда пайдаланасыздар, өздеріңіздің қастарыңызда ұстаздармен бөлісулеріңізге болады.
оқушыларға алдағы уақытта функционалдық сауаттылық туралы тапсырмаларды бұдан ары қарай да жақсы мәліметтер беріп араласып жаңағы тапсырмаларды жетілдіреді деген ойдамын. Сіздердің бүгінгі келген коучингқа келгендеріңізге көп рахмет. Сау, саламатта жолдайық.